Сәлем достар. Бүгін біз әлем бойынша миллиондаған данамен сатылған көптеген адамның өмірін өзгерткен кітап туралы сөйлесеміз. Бұл атом әдеттері. Көпшілігіміз үлкен жетістікке жеткіміз келеді. Бай болғымыз келеді. Денсаулығымызды жақсартқымыз келеді. Кітап оқып, жаңа тіл үйренгіміз келеді. Бірақ көбіміз нәтижеге ғана назар аударамыз да, сол нәтижеге жеткізетін күнделікті әдеттердің маңызын ұмытып кетеміз. Автордың айтуынша, өмірімізді түбегейлі өзгертетін нәрсе үлкен қадамдар емес, күн сайын қайталанатын кішкентай әрекеттер. Кітаптың негізгі идеясы. Джеймс Клирдің басты ойы өте қарапайым. Егер сіз күн сайын тек 1%-ға жақсырақ болуға тырыссаңыз, уақыт өте келе нәтиже таңғаларлық болады. Көп адам тез өзгергісі келеді. Бірден арықтағысы келеді, бір айда байығысы келеді, немесе қысқа уақытта жетістікке жеткісі келеді. Бірақ шынайы өмірде үлкен өзгерістер кішкентай әдеттердің ұзақ уақыт бойы жиналуынан пайда болады. Мысалы, сіз күніне 10 бет кітап оқысаңыз, бір жылда бірнеше кітап оқып шығасыз. Күніне аздап спортпен айналыссаңыз, бірнеше айдан кейін денеңіз өзгеріп кетеді. Бастапқыда нәтиже байқалмайды, бірақ уақыт өте келе үлкен айырмашылық пайда болады. Мақсаттан маңыздысы жүйе. Автор қызықты бір ой айтады. Мақсаттар маңызды емес деген емес, бірақ жетістікке жеткізетін нәрсе жүйе. Мысалы, екі команда футбол ойнады делік. Екеуінің де мақсаты чемпион болу. Бірақ жеңіске жететін команда жақсы дайындық жүйесін құрған команда болды. Сол сияқты біздің өмірімізде де нәтиже емес, күнделікті процесс маңызды. Егер сіз тек нәтиже туралы ойласаңыз, мотивация жоғалған кезде тоқтап қаласыз. Ал дұрыс жүйе құрсаңыз, нәтиже өздігінен келеді. Әдеттер адамның тұлғасын қалыптастырады. Кітаптағы ең маңызды бөлімдердің бірі тұлғаға негізделген әдеттер. Көп адам, мен кітап оқығым келеді дейді. Ал автор былай ұсынады. Мен оқырман адам болғым келеді. Яғни әрекетіңіз өз тұлғаңызды дәлелдеуі керек. Әр оқылған бет сіздің оқырман екеніңізді дәлелдейді. Әр жаттығу сіздің спортпен айналысатын адам екеніңізді дәлелдейді. Әр жинаған ақшаңыз сіздің үнемшіл адам екеніңізді көрсетеді. Уақыт өте келе адам өзінің жаңа болмысын қалыптастырады. Жақсы әдет қалыптастырудың 4 заңы. Автор жақсы әдет қалыптастыру үшін 4 ереже ұсынды. Бірінші заң айқын ет. Әдетті орындау оңай байқалуы керек. Мысалы, кітап оқығыңыз келсе, кітапты көзге көрінетін жерге қойыңыз. Спортпен айналысқыңыз келсе, спорт киіміңізді алдын ала дайындап қойыңыз. Адам көбіне көз алдында тұрған нәрсені жасайды. Екінші заң тартымды ет. Әдет сізге ұнауы керек. Мысалы, сүйікті музыкаңызды тек жаттығу кезінде тыңдаңыз. Сонда миыңыз спортты жағымды нәрсемен байланыстырады. Неғұрлым әдет тартымды болса, соғұрлым оны қайталау оңай болады. Үшінші заң оңай ет. Көп адам әдетті тым күрделі етіп жібереді. Күніне 1 сағат кітап оқимын дейді. Бірақ бірнеше күннен кейін тоқтап қалады. Автордың кеңесі мүмкіндігінше жеңіл бастаңыз. 1 бет оқыңыз, 1 рет отырып тұрыңыз, 5 минут жүгіріңіз. Маңыздысы әдетті бастау. Төртінші заң қанағат сыйласын. Әдеттен кейін өзіңізді жақсы сезінуіңіз керек. Адам миы тез марапат алатын әдеттерді жақсы көреді. Сондықтан кішігірім жетістіктеріңізді байқап, өзіңізді мақтап отырыңыз. Жаман әдеттерден қалай құтылуға болады? Автор жақсы әдеттердің 4 заңын керісінше қолдануды ұсынады. Жаман әдетті байқалмайтын етіңіз. Тартымсыз етіңіз, қиын етіңіз, қанағатсыз етіңіз. Мысалы, әлеуметтік желіге көп уақыт жұмсайтын болсаңыз, қосымшаны телефонның басты экранынан алып тастаңыз. Немесе уақыт шектеуін қойыңыз. Әдетті орындау қиындаған сайын, оны қайталау ықтималдығы азаяды. 2 минут ережесі. Кітаптағы ең танымал идеялардың бірі 2 минут ережесі.
Кез келген жаңа әдетті 2 минутта бастауға болатындай етіп жеңілдетіңіз. Кітап оқу, бір бет оқу, жүгіру, спорт аяқ киімін кию, медитация 2 минут тыныш отыру. Әдеттің ең қиын бөлігі бастау, ал бастағаннан кейін жалғастыру әлде қайда оңай болады. Неге адамдар тез беріліп кетеді? Себебі олар нәтижені бірден күтеді. Автор мұны күтілетін нәтиже аңғары деп атайды. Бастапқы кезде еңбек көп, нәтиже аз көрінеді. Көп адам дәл осы кезеңде тоқтап қалады. Бірақ табысты адамдар әрекетін жалғастыра береді. Бір күні жиналған күш үлкен нәтижеге айналады. Кітаптан алынатын басты сабақ. Атом әдеттері бізге өмірді бір күнде өзгерту қажет емес екенін үйретеді. Үлкен жетістік үлкен қадамнан емес, күн сайын қайталанатын кішкентай әрекеттерден басталады. Егер сіз бүгін кешегіден сәл ғана жақсырақ болсаңыз, ертең тағы сәл жақсырақ болсаңыз, уақыт өте келе өміріңіз толық өзгереді. Сондықтан өзіңізден үлкен өзгеріс күтпеңіз. Бүгін тек бір кішкентай жақсы әдетті бастаңыз. Өйткені болашағыңызды дәл қазір жасап жатқан күнделікті әдеттеріңіз қалыптастырады. Осымен бүгінгі шолу аяқталды. Егер бұл кітаптың идеялары ұнаса, видеоны лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кітапта кездескенше.